Қобыланды батыр. Қара қыпшақ Қобыланды, атасы мұның Тоқтарбай, халықтан асқан болды бай, байлығында есеп жоқ, айдалып бағып жайылды, 4 түлік малдың бәрі сай. Жаз жайлауы көзді көлді жайлаған, қара қыпшақ жағалай, Тоқтарбайдың дәулеті, бай кедейдің көңілі жай. Қыз қыстауы қараспан, ат үйірінен адасқан, қалың қыпшақ тізіліп, қонса қоныс жарасқан, әліп таңба қыпшақтың ата қозған алаштан. 50-ге жасы келгенде, сонда көрген арыстан, бір қыз бір ұл атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. Естімеспен екеуі қонып жатса бір тауда, намазшыдан өткенде, құтпан мезгіл жеткенде, құлағына батырдың бір дауыс көп шулайды. Арқасынан бұл таудың бұрқыраған бу шықты, шуылдаған шу шықты. Бұл не қылған дауыс деп естіместен сұрайды, айтпасына қоймайды. Сонда естімес сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Арқасында бұл таудың Қызылбастың елі бар, жасыл байтақ жері бар, айдынды дария көлі бар, неше мың сан жаны бар, құртқа деген қызы бар, жұртына жиған назы бар, бола көрмесең құмар. Келесі